Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 69 сабақ 15, 16, 17 жаттығулар. 15 жаттығу. Мәтінді оқы. Орындалған арман. Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты. Біз үйге кірсек, бәрі бір ғана адамның аузына қарап отырған сияқты. Ол орысша киінген, орта бойлы, Ыбырай Алтынсарин екен. Біз кіргенде әңгіме балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы болып жатты. Ыбырайдың сөзінен кейін есік жақта отырған бір жұпыны киімді адам Сауытбайға қарап сөйледі. Бітер істің басына, жақсы келер қасына дегендей ауылыңа еліміздің бірегей ардагері Ыбырай келіпті. Бұл кісінің сөзін естідік. Көпшілікке өзі үшін емес, елі үшін қолқа салып отыр деді. Тойға келген ел тегіс бас қосқан жиылыс болды. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде біз ғана өнер, біліммен құралақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады дейді үлкендер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдымен мектеп ашуға бүкіл ел болып атсалысуымыз керек деді. Авторы Спандияр Көбеевтен. Ал енді балалар тапсырманы орындаймыз. Мәтінге байланысты. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, жауап беріңдер. Балалар бір-біріңе мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойыңдар және соған жауап беріңдер. Мысалы, былай деп сұрақ қоюымызға болады. Ыбырай Алтынсарин тойда қандай сөз сөйледі? Ыбырай Алтынсарин өнер білім жастан шығады. Ал ол жасты біз оқытып, білім беруіміз керек деді. Тойға жиналғандардың арасынан ең бірінші болып ойды кім тастады? Мектеп ашу туралы ойды кім бастады балалар? Ең алғаш рет тойға жиналған ел ішінен мектеп ашу туралы ойды Ыбырай Алтынсарин бастады. Келесі сұрақ. Ыбырай өнер, білім туралы не айтты? Ойыңмен бөліс. Тойда Ыбырай Алтынсарин өнер, білім туралы былай деді. Біз ғана өнер білімнен құр қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәліміз, өйткені өнер жастардан шығады. Ал үлкендер болып, сол жастың өнерін шығару үшін ат салысып, оларға білім беру, оқыту керекпіз деп айтты. Келесі тапсырма. Мәтіннен зат есімдерді тауып, талдау жаса. Мәтіндегі зат есімдер: Ыбырай Алтынсарин, қонақтар, жиылыс, өнер, білім, Сауытбай сөздері. Мәтіндегі нақыл сөздерді тауып жазыңдар. Осы нақыл сөздерден қандай ой түйдің? Мәтіндегі нақыл сөздер: бітер істің басына, жақсы келер қасына, және де біреуі өнер жастан шығады. Бітер істің басына, жақсы келер қасына. Нақыл сөзінің мағынасы: жақсы іске келсе, онда ол іс тез бітеді деген мағынада айтылып тұр. Ал өнер жастан шығады сөзінің мағынасы: өнер жастан бітетіні туралы айтылып тұр. Осылайша балалар, сабақ түсінікті болса, келесі жаттығуды орындаймыз. 16 жаттығу. Жұмбақ өлеңді оқып шешуін табыңдар. Өнерлі балалар. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат, Талап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Бабақ, Барақ екеуі біледі көп ертегі. Ақат, Марат екеуі ат үйіртіп жүреді. Жанат, Манат екеуі киім-кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп көр сен енді. Авторы Сұлтан Қалиев.
Енді балалар, жұмбақтың шешуін шешейік. Жұмбақтың жауабы 12 бала екен балалар. Келесі тапсырма. Сенің қандай өнерің бар? Өнерің туралы досыңа хабарлама жаз. Менің сурет салуға деген өнерім бар. Мен сурет салуды кішкентай кезімнен бері жақсы көремін. Осы уақытқа дейін 100-ден астам суреттер салдым. Олар әртүрлі жанрда салынған суреттер. Солардың ішінде пейзаж жанрындағы салынған суреттер. Келесі, өз достарыңның өнері туралы айтып бер. Менің досым нағыз биші. Ол да би үйірмесіне 5 жасынан бастап барады. Өзі билегенді қатты ұнатады және өте керемет билейді. Бидің неше түрін біледі. Өзбекше, хорезм, үнді билерін. Нағыз бишілердей билей алады. Келесі 17-ші жаттығу. Берілген сөздерді оқы. Оларға сұрақ қой. Күй. Күй сөзіне не деген сұрақ қойылады? Әнші. Кім? Әнші. Дос. Кім? Дос. Өнерпаз. Өнерпаз. Кім? Бала. Кім? Бала. Кенші. Кім сұрағы қойылады? Суретші. Оған да кім сұрағы қойылады? Биші. Кім? Әже. Кім? Көрші. Кім сұрағы қойылады? Келесі сұрақ. Берілген зат есімдерді көпше түрге айналдырып жазыңдар. Өзің бірнеше мысал келтір. Күйлер, әншілер, достар, өнерпаздар, кеншілер, суретшілер, бишілер, әжелер, көршілер, дәрігерлер, кітаптар, мектептер, оқушылар. Осылайша зат есімді көпше түрге айналдырып жаздық балалар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарымызға таратуды ұмытпаңдар балалар. Және де каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар балалар.